Салауатты өмір салтын қалыптастыру және мектеп жасындағы қыз балалардың арасындағы ерте жүктіліктің алдын алу мақсатында сервистік модель пилоттық жобасы шеңберінде жоспар бойынша Жетісай қалалық емханасының психолог мамандары түсіндіру жұмыстарын ұдайы жүргізуде. Алайда бұған құлақ асар жас бар ма? Аталған мәселе жайында жыл басынан бері қанша оқиға тіркелген? Бұл мәселенің шешімі неде? Алдағы бейнематериалда. Жалпы қазақта қызды қырық үйден тыю деген сөз бекер айтылмаған. Біздің ата-бабамыз келешек ұрпағының тазалығын қыздың тәрбиесінен бастаған. Осындай дәстүрдің бәрін жоққа шығарып, демократияны желеу етіп, өркениеттілік осы екен деп бетімен кету ол біздің ата дәстүрімізге, жалпы ұрпағымызды тәрбиелеп өсіруге кері әсерін тигізеді деген Жетісай аудандық орталық ауруханасының психологы Фариза Асқарқызы ерте жүктіліктің кері әсерімен жас ағзаға келер зиянын тәптіштеп түсіндірді. Ортасы қандай болса, қыз бала сол жаққа қарап кетеді. Мысалы, ол сол үйдегі тәрбиенің жоқтығынан айтылмаған о дүниенің жаңағыдай ерте жүктіліктің, в общем, жыныстық қатынастың теріс, тек зиянды жақтары алдын ала айтылып түсіндірілмегендіктен, олар оны қандай зардаптары бар екенін білмейді қыз баласы. Зардаптары өте көп. Қыз баласы дене жыныс мүшелері барлық жағынан эндокриндік жаңағыдай жүйелері дұрыс әлі қалыптаспағандықтан қыз баланың ағзасы ерте жүктілікке дайын болмайды. Көбінесе оның салдары қиын, өліммен де аяқталып кетеді. Айта өтейік, Жетісай аудандық орталық ауруханасы дәрігерлерінің мәліметінше өткен 2022 жылы 19 жасқа дейінгі жасөспірімдер арасында ерте жүктіліктің 32 жағдайы тіркелген. Ал 2023 жылдың осы кезеңіне дейін 21 жағдай тіркеліп отыр. Бұл деген өткен жылмен салыстырғанда шамалы төмендеген. Алайда әрбір ата-ана өз баласына жауапты. Аталған тақырып аясында жасөспірім ұл мен қызға үнемі түсіндіріп отыру керектігін ескертеді сала мамандары. Алла берген құлша Жеңіс Сыдықов, ақпарат Жетісай ауданынан.